Баршаңызға сәлем. Бүгін біз гүлқуырдақ деп аталатын ерекше тағамды әзірлейтін боламыз. Ол үшін алдымен біз картошка, пияз сәбізімізді ашып, жақсылап жуып аламыз. Одан кейін туралған ет қажет болады. Пиязымызды алып, майдалап турап алатын боламыз. Келесі картоптарымызды алып, оларды ірі-ірі етіп турап аламыз. Одан кейін сәбізімізді аламыз да осылай қиғашынан әдемілеп турап аламыз. Ал ендігі кезекте қамырымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін суымызды алып, тұз қосамыз да бір жұмыртқаны салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін керегінше ұн қосамыз да жақсылап қатты емес қамыр илеп алатын боламыз. Иленіп болған қамырымызды алып, салафанға салып, кішкене тындырып қоямыз. Ал ендігі кезекте қамырымызды алып, осылай астынан үстінен ұн сеуіп, жұқа етіп, жайып шығатын боламыз. Қамырымызды жақсылап жайып болғаннан соң, үстінен алып, май жағып, барлық жеріне жеткізіп, майлап шығамыз. Ал енді пышағымызды аламыз да, осылай ортасынан екіге бөліп, кейін жұқа-жұқа етіп, осылай кесіп шығатын боламыз. Арасына начинка ретінде мен сәбізді алып қолдандым. Сәбізді майдалап үкіштен өткізіп аламыз да, керегінше тұз бұрыш араластырып, осылай арасына жағып шығатын боламыз. Қамырларымыздың арасына осылай сәбіздерімізді салып шығамыз да, біртіндеп осылай бір-біріне жабыстырып, роза гүл сияқты қылып, осылай түйіп шығатын боламыз. Міне біздің дайын болған розаларымыз осылай көрінеді. Ал енді қуырдағымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін біз қызып тұрған майға етімізді салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз да, оның үстінен пиязымызды салып, оны да қызартып қуырып аламыз. Кейін оның үстінен картошкамызды салып, оны да біраз қуырамыз. Одан кейін оның үстінен туралған сәбіздерімізді алып, біртіндеп қойып шығамыз. Кейін оның үстінен өз қалауыңыз бойынша бұрыш, басқа да приправалар қоссаңыз болады, және дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Кейін оның үстінен осылай розаларымызды біртіндеп бір-біріне жабыспайтындай етіп орналастырып шығамыз. Розаларыңыздың беттері қатып қалмас үшін оның бетінен кішкене май жағып шықсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап орналастырып болғаннан соң үстінен су құятын боламыз. Суды бетіне жетпейтіндей етіп құямыз да бетін жауып бұқтырып қоямыз. 20 минуттан соң біздің өте дәмді әрі әдемі көрінетін гүлқуырдағымыз дайын болады. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.